Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге қазақша FIFA арнасы. Бүгін біздерде деген 16 сәуір, иә? 16 сәуір. И мен сабақтан енді ғана келдім, қазір сағат деген примерно 12. И достар, бүгін кеште бізде Барселона мен ПСЖ, және де Атлетико Мадрид пен Боруссия Дортмунд ойнайды. Мен әрине Барселона мен ПСЖ матчын қарап, және де Барсаның ары қаратай өткенін қалаймын достар, өте қатты қалаймын. Себебі Барса ары қаратай өтетін болса, ары қаратай Боруссия или Атлетикомен кездеседі. Ол екеуінің біреуін жеңуге Барсада шанс мықты көп бар, жақсы деген ойламын. И одан кейін уже финалға Барсаға шығуға өте керемет мүмкіндік туып тұр достар. Даже ұтпаса да жай финалдың өзіне шығуға мүмкіндік туып тұр достар. Сондықтан да бүгін ПСЖ-ны қалай да өзінің алаңында жақсы ойнап, ұтылмау керек достар. Сондай достар, короче, қазір мен де сіздерге матч қалған заттарымды көрсететін боламын. И және де менің классасым бүгін мен үйіме келеді. И короче, классасым екеуміз бірге көріп тамашалайтын боламыз. Осы видеоны до конца көріңдер, лайк бас, комментарий жазыңдар. Және де достар, осы видеоны мысалы жаңа матчты салып жатамын ғой, сол кезде кейбір жерлері мысалы басы мен аяғы шатасып кетіп сөйтіп жақса ренжімеңіздер, себебі оның басын или ортасын или аяғын YouTube қиып тастайды. Мен қай жағы қиып тастайтынын білмеймін достар. Сондықтан достар, егер де полный видео қимай күшті қылып түсірген видеоны көргілеріңіз келсе, телеграм ашып соған салуға болады, бірақ достар, бірақ та енді менде аз просмотр болғандықтан енді бір-екі адамға бола салмаймын достар. Короче, солай. Осы видеоны до конца көріңдер, давайте тез 100 подписчикке жетіп жатыр, ал онше кеттік. Короче, ең бірінші мынандай греники деген алдым, бұл 500 теңге тұрады. Так, томат спайси дейді, нормально достар, біз жеп жібереміз. И потом осындай тоже греник алдым, 350 теңге тұрады, молодой чеснок. Ё-ма, достар, клиент чеснок таппыз ғой. И содан кейін, и потом осындай 1 литр фанта алдым. Содан кейін осындай фреш. И потом бізде тағы да фреш достар. Короче, 2 фреш, фанта, 2 греники. Өте керемет достар. Енді кассасын екеуміз осыны ішіп, влог түсіріп, там матчты тамашалайтын боламыз. Өте кайф болайын деп тұр. Мінекей, матчты осылай көру керек достар. Көргеннен кейін лайк басып кетіңдер. Бізде ПСЖ Барса басылайын жатыр, сағат деген 12-ге бір 10 минут қана қалды. Мінекей достар, қараңдар, мына жерде бізде деген 2 фреш, 1 фанта и мыналар. Так, достар, ё-мо, қараңдаршы, мынандайды мен деген чесноктан жасалған алмағам ғой. Ал мынау болса, томаттан жасалған вообще, ё-мо. Енді чесноктан жасалған ашып вообще салып қоямыз достар. Мынаны сосынға қалдырамыз, короче. Сондай. Ол мынау дәм нормально, по идее ше, қатты дәм шықтырған жоқ. Так, достар, бізде әлі басталған жоқ, басталсын, сол кезде түсіріп бастаймын. Короче, сондай. Достар, енді ғана басталып жатқан секілді бір жерде турнир кестесін көрсетіп жатыр. Егер де Барса ПСЖ-ны ұтатын болса, Атлетико или Дортмунд екеуін бірге ойнап, оларды да ұтып, финалға шығуына өте мықты. Шанс өте. Все достар, басталды. Енді қызықтың бәрі басталады, таяқ жерге тасталады. Басталды, короче, Вискаласимская Каталуния, все достар, Вискаласа. Матч екіншіден болып отыр. Короче, екінші мұнау үлкенді салып тастадым, ішін бүкіл толып кетті, анау кішкентаймен толмаған еді. Және де бізде осындай фанта 1 литр, именно 2 фреш бар әлі, короче, сондай. Мынау помидор қосылған ба, сондай бір нәрсе достар. Так, мінекей атака кетіп бара жатыр. Опа, достар, дәмді екен, прикиньте. Достар, короче, матч аяқталды. Мен соны түсірген жоқпын, себебі деген ұтылып қалдық, сондықтан да көңілім қатты түсіп кетті. И бүгін деген 19 ма, сондай уже 3 күндей өтіп кетті достар. Барлығы Арауханың қызыл карточкасы алғаннан кейін басталды. Барлығы содан кейін салынды достар, одан кейін Барсаның защитасы әлсіз болды, шабуылда да бір-бірін түсінбеді. Одан кейін Хавидің көмекшісі де қызыл қағаз алды, Барса өзіне пенальти әкелді. Короче, сондай достар, өте қиын матч болды негізінде. Енді судьянікі дұрыс па, дұрыс емес пе, оны біз нақты білмейміз. Енді оның өздері біледі достар. Ну, енді Арауха қызыл алмаған кезде, может біз ұт кететін бедік. Бізде шанс болатын еді Арауха қызыл алмаған кезде. Барлығы Арауха қызыл алғаннан кейін басталды достар.
И енді десек бізде деген полуфиналда Реал Мадрид пен Бавария және Боруссия Дортмунд пен ПСЖ ойнайтын болады десек, майдың бірі екісі күндері аралығында десек, короче сондай. Біз деген тағы да ұшып кеттік десек, негізі финалға бізде өте жақсы шанс болып тұрған, бірақ та енді ПСЖдан өте алмадық. Бірақ сол Араухоның қызыл карточкасынан деп ойлаймын. Егер де Араухо кетпеген кезде, может ұтатын ба едік десек. Енді настроение өте қатты түсіп кетті десек. Осымен видео аяқталады. Айтпақшы, воскресенье күні 21 түнгі 12-де ма сондайда Эль Классико болады. Ол жерде тоже Барсаға болеть етеміз. Енді ол жерде Барсаның жағдайы тоже қиындау, енді желініп қалатын шығар. Бірақ енді ұтса вообще күшті болады. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнайы жазылыңыздар. 100 подписчикке тез жеткізсек. Лайктарыңды басыңдар, комментарий жазыңдар. Ал енді сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы келесі кездескенше.